Қазіргі таманда мынау заман талабына сай біз мұғалімдер көптеген курстар өтіп жатырмыз. Соның ішінде соңғы жасанды интеллектке байланысты курс өттім 80 сағаттық. Және мынау онлайн сервистерді өз тәжірибемде енгізіп жатырмын, сабақтарда қолданып жатырмын. Ол ChatGPT, Canva және бүгін міне сіздерге өзімнің тәжірибедегі практикадан үзіндісін көрсеткелі тұрмын. Бұл Хейзер онлайн сервисі. Осы сервис арқылы электрондық кітапша жасалды. Ол қазіргі таңда сабақтарда көп қолданып жүрген құндылықтар, бұл отбасылық құндылықтар, ұлттық тәрбие. Бүгін міне осы балаларға арнап құндылықтар деген кітапша. Енді бұл құндылықтар мейірімділік құндылығы. Мына жерде мейірімділік не екен, оның анықтамасы беріліп тұр. Келесі бізде сыйластық, отбасында, сыныпта сыйластық болу керек. Сенім, жауапкершілік, адамгершілік және мұнда осы тақырыптарға, құндылықтарға байланысты мақалдар, тірек сөздер сабақтарда қолданатын кітапша болғасын әртүрлі. Қамқорлық, осында қамқорлық не екен анықтамасы беріліп, оның суреттер арқылы сөйлемдер құрастыру секілді. Адалдық, мұнда да міне осы адалдық тақырыбына байланысты мақал мәтелдер көрсетілді. Және жүректен жүрекке бұл махаббат, ол отбасындағы анаға деген махаббат, отбасына деген махаббат, отанына деген, тіліне деген махаббат. Осындай құндылықтарды балаларға жеткізу арқылы балалардың тәрбиесі, енді ұлттық тәрбие керек. Бізде қазақтарда жақсы бір сөз бар. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Сондықтан біз осы құндылықтарды балалардың бойына сіңіруге тырысып жатырмыз.